Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ көтеріліп пісетін ашытқысыз шелпекті дайындайтын боламыз. Ең алдымен маған лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші кезекте жылы суымызды құйып, үстіне сүтімізді, одан кейін ас содасын салып, одан кейін тұзымызды, шекерімізді салып, жақсылап араластырып, біркелкі жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қазір қанша қосу керектігін барлығын мен описаниеге қалдырып кететін боламын. Және де қаймақты да қосуды ұмытпаңыздар. Қаймақ немесе майонез қосуға болады. Майонез қоссаңыздар жұмсақ болып шығады қамыр. Және де міндетті түрде илектен өткізіп, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабысқақ болады, одан уайымдамай, осындай сұйық майымызды кішкене құйып жіберіп, тағы да бір-екі қайтарып жіберіп, 5-10 минутқа қоямыз. Дайын болғаннан кейін қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөлеміз. 7 бөлік немесе одан да 12 бөлік сондайға бөлсеңіздер болады. Менде 12 штук шықты. Осылай домалақтап зуалай етіп шығамыз. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Осыдан кейін неше түрлі видео рецепттер шығатын болады. Және де қызып тұрған майда осындай екі жағын, екі бетін пісіріп аламыз. Бірінші кезекте қатты майға түскеннен кейін қаттылау болып көрінуі мүмкін, бірақ сәлден соң жұмсақ, күшті болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көруге кеңес беремін.